Салам достар, менің атым Еркебұлан және бұл менің жаңа видеом. Мен Жителдер қаласынан қайтатқанымда не берген қараңдар, маған 10 сүйек, неге екенін білмеймін, бірақ Бобикке берем. Кейін маған бұны Бобикке берем. Ет. Жарайды. Әйтеуір шақырған еді, неге түсінбедім, Бобик қан? Жител. Так, мәлі. Қарным ашқан зағыт жода. Мәлі. Бопты, Бобик келгенше күтеміз, не дейміз? Так, достар, уже түн болды. Бірақ Бобик әлі үйге келген жоқ. Бірақ мына екеуі келді, сұрап көрдім. Бобикті көрдіңдер ма десе, кім о дейді. Сәбіздер ме атады да болса. Бопты ұйықтайыншы мен. Жарайды ұйықтайын. Қазан болды. Мен есік жапқан бедім, ашқан бедім. Бәлкім жауып жүр. Жоқ. Тоқта, Бобик келмеген. Көшен көрейін. Болды, уже қорқа бастадым. Итім жоғалып қалды. Мен Жителдерден сұрап көрейінші. Жителдер, сендер мен итімді көрдіңдер ма? Бұлар менен бір бөлесі асырап отқан ұқсады. Мынаған қара, тағы біреу құдыққа түскен. Не тұстар? Жител, маларың немеге түсіністіріп, мен келсем болды, кете салады. Сұрап көрейінші біреуден, Жителдерден. Міне отыр ғой. Жител. Мынада сұрайыншы. Жител, менің итімді көрдің ба? Көрді, Бобикті ма? Я, Бобикті. Жоқ, көрмедім. Объявление қылып шықса? Шынымен де рахмет, бірақ. Так, мен объявление бірінші библиотекаға барайын да, анда параға алуым керек. Кейін объявление қылам. Так, достар, мен объявление алдым, мінекей. Бобик жоғалып қалды деген. Так, бүгін бітеміз де, бүйтіп тарқату үшін ыңғайлы қылып аламыз. Так, мына районға сасып сойын. Тоқта, есікті және үйге атайын. Тоқтаңдар. Биттеден шашына керек. Әр үйге биттеден шашайын. Болмаса қазір парақтарын түгеп қалса, мен шашына отырам. Көзінен саған тұстап кетейін. Өзі күнесаңыздың есігі қақта. Әлі ол мен проблема емес қой. Өзінің тұрсам дейді. Жарайды мені. Жолдарға айматайын. Андай ақтаңдар. Жолға айматайын. Болмас. Көбірақтан ату керек. Сонда көреді. Көбірақ атайын. Болды. Кейін ана районға барып көлейін. Так, достар, уже кеш батты. Ал Бобикті көрген адамдардан сұрадым. Жителдерден де, бірақ олар дым білмейді. Ақылдың орны нерде мұрын тұрса болдың ішінде, басында деген. Жарайды. Одан да ұйықтайыншы барып, бүгін өте қиын күн болды. Мына парақтарды сап қойсыншы. Так, миым ашып бір. Кім есік тақылап отқан, сендер ме? Түсінбедім. Почтаға не? Оны оқып көрейікші, неме? Егер итіңді неме дейді, көргің келем дейді. Жынды мұнына қалай жазған. Бірақ итімді көргің келеді. Онда Кузнецаға түнгі 9
мынаны жаза білмеймін. Так, значит, түнгі 9 екен бір екенде. Бұл жақсы. Так, нерге тағы бір нәрсе жазыпты. 100 изумруд алып кел деймін мынау. Бұл мақсы өледі. Қой. Мынау әділетсіздік қой. Қалай 100 изумрудты мен? Қайырдым табам. Өзім изумрудтарым бар. Жетілдер қаласын алып келген. Жете ме? Жоқ, жетпейді екен. Жетілдерін сұрасам ба екен. Жетел, изумрудтарың бар ма? Бұл мен компьютер шықласа болды екен. Құр бар. Или сөйтіп бизнес ашайын ба? Қой. Көп уақыт кетіп қалады. Бүгін кешке ғой. Кешкі 9-ға шейін мен изумруд жиып үлгерім керек. Мэрден сұрақ көрсем бе екен? Мэр ешқашан бермейді. Қой. Тағы. Ұят болу білмесін. Қаяқтан табам мен бірақ. Точно, мен досым үйіне барып келейінші. Ана аяқта тұрар еді. Ормандарда. Мінекей достар, менің досым миллионер ғой кәдімгідей. 64 изумруд бер жерді. Бірақ өзі кәм береді де ойлаған, бірақ рахмет. Жарайды. Үйіме барайын да барлық нәрсені бағуым керек. Бәлкім алдап атқан шығар. Изумрудтарды алып өлтіріп жіберетін шығар бәлкім. Кешкі түн болғанша күтем керек енді. Қан бірінші қосып көрейінші. Так, значит, дұрыс. Вот, енді түн болғанша күтейін. Так, достар, уже түн болды кәдімгідей. Бопты. Мен қылышымды тығып алайын. Байқасақ қойын көріп қойса. Мен өлтіріп жіберем мүмкін итімді. Жарайды. Кузнецаға деді кірейші. Енді объявлениямды алған сияқты ғой. Мына түсінбедім. Бұнда нәрсе жоқ сақтады. Ай! Бобик. Сен ба? Кузнец? Сен ба? Еркебұлан, татымадың ба? Сен танығанға таным ғой, сен жоқ болғаныңын 2 жыл болып кетті ғой. Тоқта, сен менің итімді ұрладың ба не? Сен басың істей ма менің итімді ұрлап? Менде ақша жоқ болған енді ұрлауыма тура келді. Сен адамсың вообще. Шетелдеп болмайды. Мұрның да болса болды. Итімді босат, ақымақ. Жоқ, бірінші изумрудтар сол мусордан кнопканы басып бәрін партатам. Сонда не? Бұл кнопка бияқ бомба қашын орналасқан ба? Бопты қой. Достар, мынау жаман ғой, ақымақ. Бәрі салсын. Мінекей салдым, енді итімді босат. Жоқ, мен сені алдадым, енді кнопканы басарда сендерді өлтіріп тастаймын. Қой. Ондайыңды қой дейм ондайыңды. Мен кнопка сындырам. Бір. 2, 3. Сындырып ал. Енді өлесің. Өлтірдік. Өлеміз ба деп ойлаған енді. Тоқта, мен итімді босатып ойын бірінші өтір. Тік. Кирка алуым керек еді. Тоқтаңдар. Яқпы сындырсам болады айтпақшы. Шық, Бобик шық. Мен өзім изумрудтарымды алайын. Изумрудтарға жаңа Бобикке үйшік алам. Анакей. Білесің бе, мен саған не ағамды? Мен саған үйектер алдым, ет алым қасып. Нерден шығып алайық? Мәлі, күтеміз пожарныйларды. Достар, мінекей шығып алдық. Бобик қазір шығарады оны.
өзі шығам екен. Өзі шығады, телепорт қой. Алдына келе алады. Жарайды достар, осымен видеом аяқталды. Егер видео ұнаған болса, әдеттегідей лайк басыңдар. Мінекей жаңбыр да жауып кетті. Так, әдеттегідей колокольчик пен подписацияны басу естеріңнен шықпасын. Міне өзгем келді.